Хей, ассалаумағалейкум достар, домалақ бастар. Чо там, қалайсыңдар достар? Сіздермен бірге маленький халық принц достар. Осы сәт естеріңізде сақтап алыңыздар. Анау дейтін маған құмырсқа секілді көрініп тұр. Ал енді бұл видеода біз перерождение жасайтын боламыз достар. Перерождение деген бұл қайтадан тіріліп, қайтадан барлығын басынан бастаймыз. Бірақ ерекшелігі біз тезірек дамимыз достар, екі есе тез дамимыз. Біз дейтін осы сәтті сақтап алыңыздар. Мына дейтін біз мына үймен бір дейміз достар. Смело лайк басып кетіңіздер достар, видео басталмас бұрын. Сіздер үшін барлығын қайтадан бастаймын достар. Қайтадан бастап, қайтадан тез екі есе тез дамитын боламын достар. Так, біз сразу видеоға көшейік достар. Окей деп жазамыз. Окей, давай. Ой, мынаны қараңыздар достар, басылмай жатыр мына дейтін. Так, біз дейтін онда қайтадан ағылшыншалап жазақ. Окей деп. Так, бұл жерде енді біз енді ерекшеліктерін қазір байқайтын боламыз. Достар, қараңыздар мына дейтін. Құтта қандай принц, құмырсқа мына дейтін. Достар, малыш нуб дейді. Перерожденный бір дейді достар. Базар жоқ. Біз басында бастаған кезде осындай едік қой достар. Енді біз қайтадан бастаймыз. Но перерожденный бұл дейтін, бұл деген сөз біз екі есе тез дамимыз достар. 3 энергиядан қосады, көрдіңіздер ма достар? 3 энергиядан бір тартқанда 3 энергиядан 6-18 энергия қосамыз достар. Одан кейін басқа нелерде сондай достар. Содан соң менің ойымша тренировканы қазір тезірек жасаймыз, екі есе тез дамайтын боламыз достар. Мынаны тарта алмаймыз достар дейтін. Базар жоқ. Біреуін тартамыз ғой хотя бы. Біреуінде тарта алмаймыз достар. Мынау дейтін не деген сұмдық. Шыбық малыш принц дейтін. Мынау дейтін тартпай ақ қойсайсың, біреуінде тарта алмаймыз достар. Не деген базар мынау дейтін. Қазір тренировка жасайықшы, тез тренировка жасап, ана уткалар тарта алмайды деген не деген сөз достар. Бір утканы да тарта алмаймыз да, сонда не деген малышпыз біз дейтін. Базар жоқ, шірік. Мынаны қараңыздар, мынаны дейтін. Шыбық қараңыздар. Гайкі бас, тренировкаңды бассайшы. Мынау дейтін. Гайкі бас шығып кетті достар. Бір энергиядан тренировка жасайын деп жатыр еді. Мынаны қараңыздар. Шыбық мынау дейтін. Бірінші деген гантель кішкентай болып қалды ғой. Ең үлкен гантель еді мынау дейтін. Мына жерде майо. Ең үлкен гантель кішкентай болып қалды достар. Қараңыздар. Шірік принц дейтін. Мынау дейтін. Энергиямыз бітіп қалды достар. 8-ақ күш. Енді утканы тарта аламыз ғой достар. Утканы тез тарта алсақ дұрыс болатын еді, себебі көбірек энергия алатын. Ананы 3-3-тен тасып жүргенше утканы тез тазған жақсы. Мынау дейтін ала алмайды ғой мынау дейтін. Мынау дейтін. Давай ал. Так достар, біз деген 6 перомен бір ғана утканы тарта аламыз. Өтсейші тез мынау дейтін. Бір ғана утканы тарта аламыз, қалған уткалар тартамыз. Достар, мынаның үлкендігін қараңыздар. Алып дейтін. Мен деген бұдан асып кетіп едім, бірақ холодильник екен ғой бұл дейтін. Біз деген маленький танк, маленький халық болдық қой достар. Мен бір дейдім, ал енді мен деген кішкентай болып қалдым достар. Қайтадан даму керек, сол деңгейге жету керек. Содан кейін көрсем сіздерге. Бірақ утканы тарта алатын кеміз, аналармен бірге қосып бәрін тарта алмайыз. Мына қарындасым неге қиналып 32-ден береді, маған неге 36-тан береді достар? Білмеймін, маған 32-ден береді, маған 36-тан береді, түсініксіз. Бірақ енді мен перерожденныймын, сол үшін маған көбірек беретін секілді. Очконы кішкене көбірек береді. И мен вообще тезірек дамайтын секілдім. Вообще келесі видеоларда вообще сразу тез дамып сіздерге көрсететін болам. Так, бізде 14 энергияға бір тренировка жасайтынбыз. Бізде 164 энергия бар жалпы. Ең үлкеніне тренировка жасаймын ғой, артыма қарамай. Достар дейтін, бас тренировканы денеңді пытыр, бас тренировканы денеңді пытырлат принц, пытырлат. Қараңыздар, дейтін, біз дейтін, енді 15 күш болды бізде, 15 күш. Достар, өздеріңіз перерождение жасап көрдіңіздер ма достар? Перерождение жасап көрген болсаңыздар, қанша перерождение жасадыңыздар, соны комментарийге жаза кетіңіздер достар. Так, бізде дейтін алын бәрін тарта аламыз ба? Тарта аламыз, смело тарта аламыз уже. Мынау дейтін жай болып қалды. Давай тастайық біреуін, бір-екеуін тастайық. Мына пероны тастаймын ба? Пероны тастадық. Шерек. Мынау дейтін әрең тартатын болып қалдық қой соңына қарай. Басында деген смело пытыр еткізіп тартып барып едік, енді одан кейін тарта алмай қалдық. Енді мен басында келген кезде мен дейтін бұл ойыннан түк хабарым жоқ еді. Ал енді кәдімгі хабарым бар, қай жерде не бар екенін барлығын білемін. Но ары қарай дамытпадым мен, себебі перерождение жасаған адамдар тез дамиды да достар. Егер де сол деңгейге жетіп алатын болсақ, біз деген анағұрлым тез дамайтын боламыз. Одан кейін вообще, короче айтқанда мен өзімнің деңгейіме тез жетіп аламын достар. 2 есе тез дамайсың. Ал егерде 2 рет, 3 рет, 4 рет перерождение жасасаң, 8 есе, 16 есе тез дамайсың. Энергияны да көбірек береді деген секілді сөз ғой. Энергияны мысалы аналарға 3-3-тен, 1-1-ден 32-ден беріп жатса, маған дейтін 3-тен 36-тан береді, қараңыздар. Бір тартқан кезде примерно 200 энергия болады. Сол 200 энергия. Енді мынаның барлығын тартайықшы достар. Лучше утканың барлығын тартқан жақсы, чем анаған тартқанша.
Так, шерик мынау дейтін тарта алмай қалды ғой. 5-еуін алайық, давайте 5-еуін тартып алат екенбіз смело. 5-еуін тартсақ примерно 200 очкодай қосады, 200 очкодай қосады, сол 230 очко қосады, 230 очко қосады екен. Сол 230 очкодан жинап біз дейтін қазір тренировка жасайтын боламыз достар. Так, бізде енді бәрібір не дегенмен де перерождение бір ғой. Короче, мен өткен ойындарда мен деген бір рет көрген болатын, перерождение 10 рет жасаған достар. Кәдімгідей тез дамиды ғой дейтін. Мен деген кішкене қарап тұрам, одан кейін сразу дамиды. Қараңыздар, біз дейтін тренировканы пытыр 1000 очкоға тренировка жасап отырмыз достар. 1000 энергияға тренировка жасадық, енді білмеймін. 24, 56, 59 деп көбейіп отыр. Кәдімгідей тренировканың бағасы көбейе береді екен. Так, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 болдық достар, 34. Так, біз дейтін кәдімгідей денеміз ірейіп қалды достар. Бағанағыдан қарағанда, бағанағы шыбықтан қарағанда жақсы ғой достар. Так, біз енді тағы да энергия жасайтын боламыз. 1000 неге. Мынаны смело тартамыз достар. Мына туалет ше. Туалетті. Мынау қиын екен достар. Біреуін тастайық, екеуін тастайық достар. Смело. 4-еуін смело тартамыз достар. Смело тартамыз. Енді бізге 1000 очкодан қосамыз достар. Көрдіңіздер ме, ана туалеттің деген қандай пайдасы бар? 1000 очкоға енді қайтадан денемізді пытырлатамыз достар. Давайте денеміз қайтадан 1000 очкоға пытырлатамыз. Қаншаға жеткізеткенбіз? Примерно бір 40 или 50-ге жеткізетін шығармыз. 40-қа жеткізетін шығармыз достар. 40-қа жеткіздік достар, почти 40-қа жеткіздік. Міне, енді біз дейтін вообще ірейдік достар. Қолымызбен бірге өзімізде ірейіп жатырмыз достар. Кәдімгідей базар жоқ. Так, денеміз кәдімгідей ірейіп қалды достар. Алыстан қарағанда кішкене, бағандағы шыбықтан қарағанда жақсы, бағана вообще көрінбей тұратын еді. Ал енді көрінеміз кәдімгідей. Ана қарындасым деген қиналып жатыр. Шірік гайкі бас. Қараңыздар, осындай адамдарға біз дейтін буст жасап беріп жүреді қой достар, естеріңізде ме? Ал өткен видеоларда. Егер де өткен видеоларды көрмеген, жаңадан келіп отқан достарымыз болса, каналға өтіп өткен видеоларды көріп кетіңіздер достар. Так, қараңыздар, мынау дейтін мен үшін енді смело болып жатыр. Мына туалетті тасу, туалеттің алтауын тастай аламыз деген достар. Туалеттің алтауын давай. Салсайшы бауырым, гайкі бас. Алтауын алдық достар, бәрін тарта аламыз ба? Смело достар, смело тартамыз. Біреуін барлығын тартқан кезде бізге примерно 2000 очкодай қосады достар. 2000 энергиядай қосады. Сол 2000 энергиядан қосады. Сөйтіп қосып примерно бір 10 000, 20 000-ға жеткізіп тұрып тренировка жасаймыз ба, не істейміз достар? Или білмеймін, келесі неге. Шерік отырып алды мынау дейтін. Қараңыздар, түс принц. Мынау дейтін шатын уақыт тауыпсын принц. Түс жынды ма мынау дейтін. Тассай сен одан да энергия жасасай. Достар, жынды дейтін мынау дейтін. Отырып алған несі? Так, біз енді осылай 5000-ға тренировка жасайық достар. Одан кейін ар жаққа өтейік. Келесі екінші этапқа өтейік. Себебі мына энергияға мен дейтін жүре алмаймын. Өткен видеолар, түсші принц мынау дейтін. Ұялсай кішкене көрермендердің алдында. Так, достар, өткен видеоларда мен дейтін бір тартқанның өзінде 1 миллион, 1,5 миллион очко жинайтын достар. Естеріңізде ме? Көрмеген болсаңыздар, өткен видеоларды кіріп көріп кетіңіздер каналға. Енді біз 6000-ға тренировка жасайтын боламыз. Енді біз дейтін 1500 очкоға жинап отырмыз. Ойлаңыздаршы, 1000 есе көп. Так, бас тренировканы принц, бас! Тренировканы бас, тереңді пытырлат достар. Қараңыздар, мынау дейтін, принц, давай бас тренировканы 137-ден болып жатыр бізде дейтін тренировканың бағасы. Давай бас. Мынау дейтін, кәдімгідей мынау дейтін артынан көрсеттірін сіздерге дейтін. Анан қараңыздар, анау бізден де дәу ар жаққа өтіп баратыр уже дейтін смело. Біз дейтін енді 171 энергиядан бір неден кетіп жатыр, енді білмеймін, 100-ге жетпейді шығар, 100-ге жетіп қала ма екен әлде, қалай ойлайсыз? 100-ге жетпейді шығар бәрібір. Так, примерно бір 80-90-ға барып қалса, содан кейін ары қарай өтсек, одан кейін вообще ар жағы кішкене оңайлау болады деген үміттемін. Содан соң достар, мен өткен нелерде осы өткен перерождение жасамас бұрын мен питоместі білмейтін едім. Ал енді бұл видеода мен дейтін питоместі білемін достар. Келесі жерден питомес алатын боламыз. Келесі видеоларда питомес слабый нуб дейді. Қарындасың сен дейтін, менмен бір дейтін. Жоқ, менмен бір дейді ғой, менен үлкен еді ғой бағана дейтін. Енді менен кішкентай болып қапты достар. Так, міне біз полный бір рет тасимыз, одан кейін арғы бетке өтеміз достар, келесі бетке. Одан кейін келесі бетті келесі видеода жалғастыратын боламыз. Келесі видеода жалғастырып, ол бетте де смело барлығын таситын боламыз. Давай нам барлығын тартып өтіп кетейік, мынау дейтін энергия қосып. Қосты керемет, 1750 очко өтіп кетеміз ба? Бұлай өте алмайды екенбіз достар, мынаны тарту керек екен. Мынаның үстіне аттап секіріп өтіп кететін еді ғой достар, естеріңізде ме? Мынаны енді әрең тартып, содан кейін қиналып өтетін болып жатырмыз достар. Так, мына жерде ең бірінші алдымызда доп шығады, оны білемін мен. Возьмите шарик дисциплины дейді ма? Медицина дейді. Медицинский доп қараңыздар, медицинский доп үшеуін тасимыз примерно, бұлар білмеймін енді 500 очкодан қосатын бет, сондай еді ғой бұлар.
500, ой 500 несі мына 220-дан қосып қалған несі? Бұлар емес походу, мына гантель походу менің ойымша. Осы гантель ма біреу 500-ден қосатын еді достар. Так, аламыз 6-ын. Шерек, мынау дейді тарта алмаймын мен дейді мынаның бәрін. 4-еуін тартылады екенбіз, біреуін тастай салайықшы, тез тасайық, тез тартайықшы. 3-еуін тартамыз, 3-еуінен қанша энергия береді екен достар қазір. Көрейік соны. Так, 550-ден қосады достар, көрдіңіздер ма? Кәдімгідей 10%-ін қосып береді, энергияны 10% қосып береді. 550-ден қосады, одан кейін енді смело достар, енді біз дейтін 1000 энергияны бір тартқан кезде айткенбіз достар. Так, ал давай. О достар, алынбайды мынау дейтін. Так, достар, осымен дейтін видеомыз деген аяғына келіп жақындап қалды достар. Смело лайк басып кетіңіздер, төменде подписаться деген қызыл кнопканы басып тіркеліп кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар достар, келесі видеоны күтіңіздер. В общем достар, сіздермен бірге болған шашын қайырып алған Қазанбасик принц достар. В общем, келесі видеода жалғастыратын боламыз. Видеоға смело лайк басып төменде подписаться деген қызыл кнопканы тіркеліп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар достар.